курс өтсеңіз, яғни сіз бір шешім қабылдап келдіңіз ғой оған. Айтыңызшы. Мен де барлығы сияқты ақшамды негізі көбіне депозит тастайтынмын. Депозит тастайтынмын, және де сол депозитта жинаған ақшамды инвестицияны именно пәтерге жасайтынмын. Бірақ сол пәтерге ақша жинағанға дейін мен өзімнің ақшамның құнсызданғанын прям қатты көретінмін. Анандай болады да, жинайсың, енді алайын десең қымбаттап кеткен үшін. Солайын құнсызданып жатқанын қатты көретінмін, инфляция жеп қойыватқанын көретінмін. Содан кейін сіздің парақшаңызды ұзақ уақыт көріп жүрдім, и мен өзім шешім қабылдадым, что все-таки акцияға, облигацияға, ETF-тарға салып ақшаңды, ақша өз-өзімен есейе беру керек деген сияқты оймен келдім. Значит, өспесе, онда жоғалтып жатырмын. Жоғалтып жатырмын деген ой болды, Қандай акцияларды алып? Жалпы акция, облигация қайсысын көбірек аласыз? Негізі қазір мен қысқа мерзімді өзімнің стратегиям бойынша қысқа мерзімге мен депозит ұстап жатырмын ақшамды, бірақ қазір акция мен ETF-тарды көбірек аламын. ETF-тарды көбірек аласыз да? Себебі новичоктарға ETF өте жақсы. Облигацияны кейінірек. Мен мысалға жаспын ғой, сондықтан мен әзірге ETF пен акцияларға көбіне акцент қоймақшымын. Назар аударыңыздар, мен жаспын, сондықтан акция мен ETF-қа көңіл бөлемін деп. Яғни бұл белгілі бір стратегия бар деген сөз ғой, жасқа байланысты жоспар бар деген сөз. Жас өскен сайын басқаша болады, жас өскен сайын облигацияға көбірек көңіл бөлемін деп ойлаймын. Қандай акциялардан бастадыңыз? Әзірге сол Pins деген акцияны алдым. Pinterest, сабақты өттік қой. Pinterest алдым, содан кейін Халық Инвесттен көп қазақстандық акцияларды көбірек алдым. Олар өсіп жатыр қазір. ETF алдым, SPLG, SPIV. SPLG, SPIV деген түсіндіреміз әлі. Жақсы. Хорошо, бір сұрақ. Онда сізден мына көріп отырған, менде 3900 адам мына жерде отыр да. 508, 4,5 мың адам. 4,5 мың адамға бір анандай айтатын пікір болса, осындай инвестиция туралы. Неге бұны жасау керек, неге жасамау керек басқаша? Менің ойымша, әрбір адам осы курсты өту керек, себебі біздің ақшамыз қазір депозитте ұсталынса, немесе наличкамен ұсталынса, ол шынымен де жоғалып жатыр. Және де әр адам өзінің дәулетін, капиталын қалыптастыру керек. Және де пассив кіріске бұл курсқа келген кезде андай ниетпен келу керек та. Дисциплинированно ай сайын өзім жоспарым бойынша құйып отырамын, және де ұзақ мерзімде жоспарды қалыптастыру керек. Бүгін салып ертең байып кетем деген болмайды, бүгін салып мен ертең байып кетем, бүгін уже маған 100 мың құлайды деген сияқты ондай ойда емес. Жоспар бойынша жылжып аздан үзіксіз бай. Сіздің мамандығыңыз не? Мен негізі ветеринарный врачпын. Ветврачпын, бірақ өзім мамандығым бойынша жұмыс жасамаймын, кішігірім кәсіпкермін. Тема. Ал жалпы мысалы бұны білмейтін адамға үйрену қиын ба? Жоқ. Мне кажется, жастарға да үлкен кісілерге де оңай болады. Бар бізде үлкен кісілер да? Үлкен кісілер бізде көбірек болды негізі біздің потокта. Все, хорошо, менің басқа сұрағым жоқ. Маған сұрағыңыз бар ма? Жоқ, мен сіздің командаңызға алғысымды білдіремін. Сізге де Еркін мырза өте күшті болды. Курс без воды өте нақты керемет ақпаратпен болды деп ойлаймын. Керемет. Осы жаңа потоктың офлайндарынан қалмаңыздар. Бізде жаңа потокты, барлық потоктарды офлайнlara келе береміз ғой. Рахмет сізге көп. Рахмет. Сау болыңыз. Әдет, шығарсың? Экранымды қойып бересіңдер ма? Жақсы тұрма мен? Хорошо. Сонымен көрдіңіздер да, жақсы бір өмірдің мысалын айтып жатыр. Мен пәтерге ақша жинайтын едім дейді. Бірақ пәтердің ақшасын енді жинай бергенде пәтердің бағасы қымбаттап кете береді дейді. Бұл өтірік емес, бұл бір шетінен анау. Енді қандай айтады, Қазақстанның реалиясына сырттан қарап кішкене күлкілі болғанмен, бұл кішкене страшный жағдай ғой. Бүгін мысалы жаңалықты көрген шығарсыздар, 7-20-25 деген бағдарламаның лимитін уже 25 миллионнан 30 миллионға көтеріп жатыр. Неге? Себебі ақшамыз кішкене құнсызданып кетіп жатыр. Сондықтан сіздерді бүгін бір инфляция деген дүниемен таныстырғым келеді. Инфляция, инвестиция жасамасақ бізді кедей етеді. Квартираның бағасы қымбаттап кетіп жатқан жоқ. Квартираның бағасы емес. Бәрінің бағасы қымбаттап кетіп жатыр. Бәрінің бағасы қымбаттап кетуінің бір ғана себебі бар. Ақша құнсызданып кетеді. Бірақ сіздер ойлайсыздар, тек қана теңге құнсызданып жатыр ғой деп. Жоқ.
доллар да құнсызданады. Оның да инфляциясы бар. Теңге сияқты қатты емес, бірақ оның да инфляциясы бар. Мынандай сұраққа жауап беріңіздерші. 2010 жылды елестетіңіздер. 2010 жылда, енді соңғы 15 жыл бұрын ғой, продукт алуға қанша ақша кететін еді? Мен білем, 2021-де қанша кететін мен білем. Себебі жаңадан үйленіп жатқан кез, біз Аймара екеуміз тұратынбыз. Сол кезде 2 аптаға продуктымызға 50 мың теңге жұмсайтынбызды. Сол кезде айтатынбыз: "Ема, 2 апталық продуктқа 50 мың теңге кетті" деп. Сен қарагөз жалғыз тұрасың ғой, 50 мың теңге қанша уақыт тамақ ішесің? Бір апта. Ол слишком көп тамақ ішетін шығар. Бірақ енді мысалы 2 аптаға қазір 2 адамға 50 мың теңге жетпейді да. Кемінде 100 мың теңге керек. Яғни осы инфляцияның нағыз көрінісі. Сіз ақшаңызды қалтаңызға салып қойып, немесе жаңағыдай жайған депозитке салып қойып жинай берсеңіз, ол инфляцияға үлгермейді. Ол теңгеңіз құнсыздана береді да, продуктыңыз, күнделікті өміріңіз қымбаттай береді. Сондықтан ақшаңыз жай жатпай, инфляцияны ұтатындай деңгейде болу керек. Мысалы, 2010 жылы мына бір продуктылар 14 мың теңге тұратын продуктыны, бұл енді біздің команданың жасаған кішігірім несі, 14 мың теңге тұратын продуктыны 2025 жылы 62 мың теңгеге аламыз. Страшно ма? Страшно. Енді ойлаңыздар, сіз қазір 100 мың теңгеге алып жүрген продуктыны тағы да 10 жылдан кейін 400 мың теңгеге алып жүрсек, қалай болады вообще? Қиын ғой өмір сүру, ә? Сонда пенсиямызды, мен қазір естіп отырмын да, пенсиям менің бұйырса 30 жылдан кейін пенсия алатын болсам, 250 мың теңге пенсия алады екен. Жарты апта өмір сүремін соған. Қиын да, қиын. Негізі мен күліп айтып жатқанмен, бұл қиын дүние. Сондықтан инфляцияны біз тоқтата аламыз ба деген сұрақ бар. Тоқтамайды. Тоқтамайды инфляция деген. Ол азаюы мүмкін. Қазір азайып жатыр, көбейіп жатыр, бірақ тоқтамайды. Пенсияда выживать етпей, тамақтан тамаққа жетсем деп емес, өмір бақи жұмыс істейміз ғой. Сол пенсияға шыққан кезде кішкене рахатын көріп өмір сүруіміз керек та. Сондықтан инфляцияға біз просто так төтеп бере алмаймыз. Оған әрине сіздер біреулер айтуы мүмкін: "Үкімет қайда қарап отыр, анау кінәлі, мынау кінәлі бірдеңе." Иә, біреуді кінәлі деп айтқаннан көңіліміз тыныш болатын шығар, бірақ одан бізге ақша көбейіп кетпейді. Біз күнделікті өзіміз әрекет етіп, өзіміз білім алып, өзіміз дамымасақ, мына бір дүниеден құтыла алмаймыз. Оған құтылудың жақсы жолы ол инвестиция. Мысалы, 2040 жылға дейін пенсия өзгерсе де, тауарлардың бағасы өседі. Табыстың налогы бар, жылжымайтын мүлік, такси, доллар барлығы да өсіп жатыр. Сондықтан инвестициямен үлкен пассив кіріс жинауымыз керек. Ол анандай емес, мен қорқып отырмын, жинай алмай қалам ба, ақша жоғалтып алсам не істеймін деп отыруға болады әрине. Сөйтіп отырсаңыз, ештеңе істемесеңіз, сіз точно қиналасыз. Ал бірдеңе істесеңіз, басында ақшаның бір бөлігін жоғалтып, басында қате шешімдер жасауға болады, бірақ бір үйреніп алғаннан кейін, велосипедті айдаған кезде басында құлап, сосын бір үйреніп алғаннан кейін, үйреніп кетеміз ғой, құламай жүріп. Сол сияқты бір үйреніп алғаннан кейін, ары қарай уже өмірдің сапасын арттыра беруге болады. Орташа жалақы 250 мың теңге деп алсақ, ай сайын 250 мың теңге ай сайын тапсаңыздар, ай сайын 50 мың теңге инвестиция жасасаңыз, 5 жылда сізде 101 мың теңге пассив кіріс болады. 5 жылда. Ай сайын 50 мыңнан салып отырсаңыз. Үзбей, жаңағындай да, сабаққа келген кезде бүгін салам, ертең 100 мың құлайды деп емес, ай сайын жоспарлы инвестиция жасауға келіңдер деп жатыр ғой, сол сияқты да. Ай сайын салсаңыздар 101 мың теңге 5 жылда. 10 жылда 400 мың теңге болады. Иә, ол 400 мың теңге қазіргі 100 мың теңге сияқты болып қалуы мүмкін, бірақ сіздің салып отырған 50 мың теңгеңіз сол 10 жылдан кейінгі қазіргі бір 10 мың теңге сияқты сезілетін болады. Бірақ сонда да 50 мың сала бересіз да. 15 жылда ай сайын сізге 1,2 миллион пассив кіріс түседі. Иә, ол қазіргі бір 400 мың теңге шамасында құны сияқты болуы мүмкін. Бірақ ол да жаман емес. Қазір 400 мың теңге даладан түсіп отырса, тема емес па? 20 жылда 3,5 миллион теңге түседі. Жинайтын ақшаңыз уже 70 миллион, 200 миллион теңге болады. Бұл сложный процесс. Ой, бұл 10-15 жылда бағалар да өсіп кетеді ғой, қымбаттап кетеді. Иә, бағалар да Еще бұл рас болса, елдің бәрі бұл инвестициямен айналысатын еді ғой. Өтірік сияқты бұл әңгіме. Әділжан деген хейтерім отыр, көрдіңіздер ме? Бірақ жалпы иә, бағалар өсіп кетеді. Ол дұрыс. Бірақ енді ойлаңыздар, бағалар өсіп кетіп, сізде пассив кіріс жоқ болса, жағдайыңыз қандай болатын еді? Вообще қиын болады. А бағалар өсіп кетіп, пассив кірісіңіз бар болса, онда сіз ол бағаның өскеніне төзімдісіз, антихрупкость деген болады да, сіз алдын ала дайынсыз.
Одан бөлек елдің бәрі онымен айналысып кететін еді деп. Құдайға шүкір, ақырын айналысып жатыр. Осы дүниені Құдайға шүкір насихаттап жатыр. Және сіздер осы эфирді көріп, енді айналыса бастайсыздар. Сөйтіп ақырындап елдің бәрі айналыса бастайды. Сондықтан мен ойымша жаман емес дүние. Сондықтан Әділжанға осы бір хейтерский комментарийына рахмет. Егер бұл шын болса, елдің бәрі осылай жасайтын түсінді да. Ал енді мынау менің кішкентай қызыма жинап жатқан ақшам. Мен өзім айтып жатқан дүниені өзім сенбесем, кішкентай қызыма 14 миллион теңге салып, мен жын ұрып қалған жоқпын ғой. Өзіме 93 мың доллар салып жын ұрып қалған жоқ. Менің студенттерім, мысалы Таңшолпан, 30 жасында 22 мың доллар портфель жасап қойғанда, 22 мың долларға инвестиция жасаған. Мынау көбіне енді Американ акцияларына жасаған. Мына акцияларын қарайтын болсақ, Таңшолпанға лайк. Біздің алғашқы студенттеріміздің бірі уже 2 жыл айналысып келе жатыр ма Таңшолпан? Вообще красавица, Таңшолпан жақсы көреміз. Оның күйеуі де барлығы екеуі бірге қосып жасайды. Керемет кісілер. Болат мысалы 40 жас, Болат бізбен Таңшолпан, кстати, Дубайға барды бізбен да. Болат да үздік студенттерге біз Дубайға апарамыз ғой. Болат да 40 жасында мысалы инвестициясын бастады, жақында бізбен бірге Дубайға барып келді, 13 мың доллар портфель жинаған. Ерболат 38 жаста, мына инженер Ерболат па? Инженер Ерболат да. Мынау 2-де 3 мың евро. 2300 евроға жасаған да, жаман емес. Тема да. Осындай нелер жасау керек. Менің портфелім мынау, мен вообще красавчикпін, 93 мың доллар. Енді қарайық, үшінші себеп. Инвестиция аз ақшадан баюдың жалғыз жолы. Осыны бір ойланып алыңыздар. Аз ақшамен баюдың көпшілік білетін бір жол бар. Кәсіп бастау. Бірақ айналаға қарайық. Во-первых, ай сайын 30 мың теңге салып отырып кәсіп бастай алмайсыз. Представим, бастаған күннің өзінде ашылған 100 кәсіптің біреуі, екеуі, бесеуі сәтті болар. Қалған 95 адам ақшасын жоғалтып жатады. Инвестицияда 30 мың теңгеден ай сайын инвестиция жасауға болады. Және инвестиция жасайтын адамдардың 70-80% сәтті инвестиция жасайды. Айырмашылық жер мен көктей. Я, бизнес сияқты бір 5 жылда, 10 жылда миллионер қылып жібермейді, бірақ бизнес 5 жылда, 10 жылда 5 адамды миллионер қылады 100-ден. Ал мына инвестиция 70 адамға сол бір 5 адам табатын ақшасын бөліп береді деп айтсақ болады. Түсінікті ма? Аз-аздан баюдың жалғыз жолы. Мысалы, Әділжан, сен жақында қызың туды да, ол қазір неше айлық? 3 ай болды. 3 айлық. Давайте сенің қызыңа, сен бастадың да, қанша ақша жинап қойдың? 30 мың, қазір 186 доллары бар. 186 доллары бар 3 айлық қызда. Енді сол 3 айлық қыз 18 жасқа толғанша қанша ақша жиналатын еді да? Оған, мысалы, ай сайын ол 30 мың теңгеден салады. Мен білем, себебі екеуміз доспыз ғой. Ай сайын 30 мың теңгеден салады. 18 жыл бойы облигацияға салса, ода 18 жасында 63 миллион теңге жиналатын еді. 18 жылдан кейін. Тағы да сұрақ болады. Инфляция жек қояды ғой оны деп. Я, жек қояды инфляция. Бұл 63 миллионы қазіргі 20 миллион сияқты болатын шығар. Бірақ 30 мың теңге салды ғой. Қазіргі 63 миллионы қазіргі 20 мың теңге сияқты болып қалса, 30 мың теңгесі қазіргі 10 мың теңге сияқты болып қалады да. Бірақ сонда да сала береді. 63 миллион теңге болады. Қалай? Сложные проценты деп аталады. Егер де 30 мыңды инвестиция жасамай, өзі просто так жинайтын болса, 6,5 миллион теңге салатын еді. Жалпы 18 жылда. Ал жиналатын ақшасы 63 миллион теңге. Осы бір дүние инвестицияның қаншалық маңызды екенін көрсетеді. Басқа қандай жолдар бар? Бізді бай, дәулетті ететін басқа жолдарды білесіздер ме? Бизнес ашу. Бизнес ашуды түсіндірдік та? Қомақты сума керек, рискі жоғары, бизнеспен күнделікті негізгі жұмысты тастап, белсенді түрде айналысу керек. Ол жаман жол емес, бірақ ол елдің бәріне арналмаған жол. Ең бастысы бизнестің жабылып қалмау керек, ол көп жағдайда жабылып қалады. Мысалы, Астанада кофейняларды қараңыздар, жабылып жатыр да. Біз де жақында гольф деген бизнес аштық, тоже жабылып жатырмыз. Инвестиция мысалы жабылып жатқан жоқпыз. Бизнес жоғарғы риск. Статистикаға сүйенсек, мысалы, 100 бизнестің 35-40% бірінші жылы жабылады. Бірінші жылы. Келесі 3 жылда тағы да 40-45% жабылады. Жалпы 90% примерно 3 жылда жабылып бітеді. Бизнес жаман емес, просто оған мүлде басқа подход керек. Мүлде басқа. Дәлел ретінде тамақ бизнесін айтса болады да. Инвестицияда риск бар ма? Компаниялар банкрот болып қалуы мүмкін, акциялар құласашы дейді. Риск бар. Зерттемей, білімсіз инвестиция жасасаң, риск бар. Акцияны сатып алу да дәл сондай бизнес сатып алу сияқты. Просто айырмашылығы. Сен кофейня ашсаң, өзің кофейня ашып жұмыс жасайсың да, ал акцияны сатып алсаң, уже қаншама жыл өзін дәлелдеген Халық банктың бір бөлігін сатып аласың.
Қайсының рискі жоғары? Түсінікті, иә? Сондықтан пассив кіріс жасайтын инструменттерді зерттеуді білсек, онда рискін азайтамыз. Кез келген адамды пассив кіріске жеткізетін 6 түрлі инвестиция бар. Жаттап алыңыздар, скрин жасап алыңыздар. Алты түрлі инвестицияны сіздерге көрсетейін. Біріншісі, ол облигация. Облигацияны $100 бастап инвестиция жасауға болады. Немесе теңгемен 1000 теңгеден бастап инвестиция жасауға болады. Екіншісі, ол акция. Мынандай дүниені шығаратын компанияның бір бөлігін сатып аламыз. Үшіншісі, құнды металл. Мысалы, мынау 999 пробалы таза алтын. Немесе мынандай таза алтын. Осындайға инвестиция жасауға болады. ETF деген мыналардың барлығының жиынтығы. Жылжымайтын мүлікке инвестиция жасауға болады, және білімге инвестиция жасауға болады. Енді осы білім деген кішкене неосязаемый зат, бірақ ең көп нәтиже беретін обычно білім. Өздеріңіз айналаға қараңыздар. Сонымен түсіндірейік. Облигация деген не? Жаңа бір кісі жазып жатыр, облигацияны түсіндіріп жіберші деп. Облигация деген компания мен инвестордың арасындағы міндеттеме. Мен тұрам да, мына бір $100 алам да, менде мысалы Әділет деген кісі, ол видеомен айналысатын компания ашқан. Сол компанияға оған тағы да өсуіне, қосымша клиенттар табуына, басқа қалаларға шығуға ақша керек. Сосын ол біз сияқты қарапайым мыңдаған инвесторға айтады, маған $100 беріңдер, мен $100 5 жылдан кейін $100 қылып қайтарып берем дейді. Бірақ жыл сайын сендерге үстіне $20 қосып беріп отырам дейді. Яғни облигация деген депозит сияқты, просто табысы көбірек. Мысалы, доллардың депозиті бізге 1% табыс береді. Доллардың облигациясы 6,5-нан 12%-ке дейін табыс береді. Доллармен. Теңгемен депозит 15% табыс береді. Облигациялар 19-дан 24%-ке дейін табыс береді. Облигацияның ерекшеліктері. Ол жерде көріп тұрсыздар да, кірісі нақты. Біз алдын ала білеміз қанша табатынымызды. Мысалы, $100 берсем, мен білем. Мен одан жыл сайын $20 алып отырам. 5 жылдан кейін $100 қайтарып береді деймін. Нақты уақыты белгілі, 1000 теңгеден бастап инвестиция жасауға болады, немесе доллармен $100 бастап инвестиция жасауға болады. Мына бәрін жазып отырсыздар ғой да, бұл маңызды ақпарат. Облигацияның рискі, облигация әдетте акциямен салыстырғанда рискі төмен құрал. Мысалы, дәл осындай $100 мен Әділетке беруме болады, немесе BI Group деген компанияға беруме болады. BI Group деген компанияны танымайтын шығарсыздар мүмкін, танисыздар ма әлде? Точно танисыздар ғой, Үлкен қалаларда BI Groupқа мына $100 менен не үшін алады? Себебі BI Group бұл ақшаны алады да, Дубайда қазір жылжымайтын мүлік салып жатыр. Америкада жылжымайтын мүлік салып жатыр. Енді құрылыс компанияларын білесіздер да, ол бірінші квартираны салып алады, сосын сатады, сөйтіп ақша табады. Бірақ салып алуға ақша керек қой оған. Сол біз сияқты адамдардан ақшаны алады да, квартираны сатады. Яғни біз уже BI Group'тың облигациясын алсақ, уже жылжымайтын мүлікке ақша салып жатырмыз. Просто квартира салынбай тұрып, уже пайда тауып жатырмыз да, ерекшелігі. Jet деген компания бар, самокаттар қаптап жүр, қазір. Осы самокаттарға ақша салып. Air Finance деген бар, микрофинанс ұйымдар. Әркім өзінің таңдауына байланысты облигациялар алады. Облигация неге ұқсайды екен? Қалай ойлайсыздар? Депозит пен облигация өте ұқсас, Бірақ ерекшеліктер бар. Депозит кірісі 15%. Ол соңғы кездер, ұзақ мерзімде примерно 12%. Доллар мен депозиттің кірісі 1%. 10-20 миллион теңгеге дейін депозицияда страхование бар. Банкрот болса, страхованияның бір бөлігін қайтарады, дальше қайтарылмайды. Ол түсінікті инструмент, бәрі біледі. Облигация кірісі депозиттен көбірек. 20-25% арасында, доллар мен 7-12% арасында. Компания банкрот болуы мүмкін. Банк банкрот болуы мүмкін, сол сияқты BI Group та банкрот болуы мүмкін. Екеуінде риск бар. Кез келген кезде ақшаны шығара аласың. Облигацияны қазір мысалы салдың $100, ертең сатып жіберіп $100 шығарып алуға болады. Депозиттің пайдасы көбірек түрінде, мысалы 15%-ығында любой момент шығарып алуға болады. Бірақ накопительный мысалы 17%-ығында уже шығара алмайсың, 3 ай күту керек та. Облигацияда ондай жоқ. 1000 теңгеден бастауға болады. Бір үйренсең түсінікті. Айырмашылығы. Қай инструментте ақшамыз жақсы көбейеді? Депозитте ай сайын 50 000 теңге жинасақ 10 жылда. Онда 11 660 000 теңге жинауға болады. Жаман емес. Өзіміз салатын ақша 6 миллион, үстіне түсетін ақша 6 миллион, жалпы 12 миллион теңге жиналады. Облигацияға 50 000 теңгеден ай сайын салсақ, онда өзіміздің салатын ақша 6 миллион, үстінен түсетін ақша 15 миллион.
Депозитте 6 миллион түсетін еді, мына жерде 15 миллион түседі. Жалпы 21 миллион теңге жинауға болады. Яғни туп-тура бірдей уақыт күтеміз, туп-тура бірдей ақша саламыз. Просто депозитте біз 12 миллион қылып шығарамыз, облигацияда 22 миллион қылып шығарамыз. Қайсынан квартира сатып алуға мүмкіндік көбірек, өздеріңіз білесіздер. Қай инструмент жақсырақ екен? Облигация, депозит. Өздеріңіз жазыңыздар. Қай инструмент пассив кіріске жақсырақ шығарады 10 жылдан кейін? Депозиттен 10 жылдан кейін бізде ай сайын 116 мың түсіп тұрады. Жақсы. Облигациядан 400 мың түсіп тұрады. 4 есе жақсы. Еркебұлан, мен депозиттен мысалы ақшаны любой кезде шығарып алуым керек кезде. Ал облигациядан болса 10 жыл сонда күту керекпін бе, көбейгенше, маған біреу оны қайтарғанша. Сен Әділжан өтірік хейтер екенсің. Қазір ғана айттым ғой не болатынын да. Депозитке накопительный деген дүниелер бар. Ол жерге салсаң сен 3 ай, 6 ай, 1 жыл күтуің керек. Әйтсе процентің күйіп кетеді. Накопительный емес, күнделікті шығарып алатын депозитке салғым келеді десең 15%. Ана іште 16-17% да. Облигация 20-25%-ның арасында, бірақ оған бүгін салдым 1000 теңгені. Бірақ срочно ақша керек болып қалса, бір күн сатып жіберіп шығарып алып қолдансам болады. Яғни осындай ерекшеліктері бар. Сонымен депозит сені 14 миллион теңгеге дейін сақтандырады, облигацияда бүкіл ақшаңды саған қайтарып береді. Тіпті компания банкрот болып кетсе, ол ең бірінші облигациямен қарыздарын қайтарып беру керек. Барынша қайтарып береді. Облигацияны мен қалай қолданамын? Мысалы, ипотеканы жабу үшін қолдандым. Біз білесіздер, Астанада тұрып жатқан квартираның мен 66 миллионға сатып алдым да, оның 46 миллион теңгесін өзім төледім, 20 миллионын ипотекаға алдым. Содан кейін басында досрочный погашение жауып жүрдік. Ең аяғында досрочный погашение бәрі біткеннен кейін ай сайын бір 30 мың 40 мың теңге қалды. Уже оны жапқым келмей қалды. Сөйттім да, мен жаңағы бір 3 миллион теңге ма облигация салып қойдым, 3 миллион теңге. Облигациядан ай сайын ақша түседі 30 мың теңге. 30 мың теңге ипотекаға жабылады. Облигациядан ақша түседі 30 мың теңге жабылады, облигациядан ақша түседі 30 мың теңге жабылады. Сөйтіп біраз бөлігін жауып тастадық. Осылай да қолдануға болады облигацияны. Ипотеканың бір бөлігін жабуға. Студенттерім қалай қолданып жатыр? Мысалы, Балнұр 25 жасында уже облигациялар алып жатыр. Нұрболат Бейсенгелдіұлы уже 25 жаста ақырындап облигацияларды басып жатыр. Арайлым 30 жасында мемлекеттік қызмет тоже облигацияны ақырындап алуды бастап жатыр да. Облигация арқылы 2 жыл сайын жаңа iPhone сатып алуға болады. Мен бір рилсымды көрдіңіздер ғой да, жаңа iPhone-ды қалай сатып аламыз деп. Стратегиясын, қадамдарын нақты көрсеткен документ бар. Сол документті мен сіздерге бүгін сыйға берем. Бағана 3 документ болады дедім ғой. Соның бірі осы облигация арқылы мынандай iPhone-ды тегін алу. Тегін аласыз, 2 жыл қолданасыз. 2 жылдан кейін вообще бір айталық қолыңызда 1,5 миллион теңге болса, мынаны тегін аласыз. 1,5 миллион теңгені ешкімге бермейсіз, облигация салып қойасыз, мынаны тегін аласыз. 2 жылдан кейін мынаны сатпай тағы бір iPhone тегін алсаңыз болады. Мынаны сатсаңыз, бұның ақшасы өзіңізде қалады. Тема, я? Ондай да болады. Сонымен бұл сыйлықты алудың шарттарын білесіздер. Эфирде белсенді болу, чатта белсенді болу, мені сторисқа салып қойсаңыз. Еркебұлан, әйтпесе бүгіннен бастап мынау облигация сонда жақсы инструмент болса, мынау ақшаны облигацияға сала бермеймін ба? Болады, неге сала берсең? Сала берсең болады. Бірақ зерттемей алуға болмайды, зерттеу керек. Бағана айттық қой да, кейбір компаниялар болады, BI Group сияқты мықты компаниялар да. Кейбір компаниялар болады, әділет сияқты мысалы да, өзінің киностудия деген фантазиясы бар, білмеймін там. Өзінің видео студиясын дамытқысы келеді. Қай компания мықты, қай компания мықты емес, соны салыстыруымыз керек. Осындай табысы жоқ компаниялар бар да, мысалы. Мына компанияның бұл қаржылық көрсеткіштері. Қаржылық көрсеткіштерінде бір қараған адамға қандай проблема бар, қандай проблема жоқ деп түсіну қиын болады, бірақ кішкене зерттесеңіз көресіздер, мына шамалардың барлығы теріс. Мына шамалар -5-13%, -11, -19. Мен курсымда бұлардың бәрін не екенін көрсетем, бірақ жалпы сіздерге айтайын, бұл жақсы компания емес. Минус та барлығы. Чистая прибыль дейді да, мынаны қараңыздар, табысы 7 миллион еді, 12 миллион. Ну, миллиард қойдым даже, да? 7 миллиард еді, минус. Қазір минус 12 миллиард. Онша емес, да? Бір қараған компания, бір қараған инвестицияны кішкене мен студенттеріме, мына сурет студенттеріме жіберсе, барлығы бір ауыздан мынау неткен жаман облигация деп айтатын еді. Осындай облигацияларға орнып қалмай, дұрысын зерттеуді үйрену керек. Мысалы, зерттемей алмауға болмайды. Қайтарымын зерттеуді үйренбесең, депозиттен де азырақ қайтарым аласың. Қымбат бағада алып қойсаң, ақшаны шешіп алғанда минусқа кіресің. Мысалы, $100 облигацияны кейбіреулер $120 алып қоюы мүмкін. Бірақ шешкен кезде $100 шығарады.
Оны да білу керек. Сондықтан оны кішкене зерттеуді үйрену керек. Зерттеуді үйрену үшін мына бір дүниені скрин жасап алыңыздар. Бұған енді терең көңіл бөле алмаймыз, себебі әрі акцияны қамтуымыз керек, алтын басқаны қамтуымыз керек. Бірақ зерттеуді үйрену үшін мына критерияларды скрин жасап алыңыздар. Активтер мен міндеттемелердің қатынасын есептеуді үйренуіміз керек. Қиын сөз сияқты скопировать дейсіздер, ChatGPT-дан сұрайсыздар не екен. ROE көрсеткішін, қайтарым уақыты мен купон төлеу графигін. Бір қарағанда қиын сияқты. Бірақ мен студенттерімнің барлығы мынаны біледі. Жасы 50-дегі студенттерде, 55-дегі студенттерде, 16-дағыларда біледі. Неге? Потому что бұл қатты қиын емес. Ендеше оны үйрену үшін тым ақылды біреу болу керек шығар сонда, Жоқ, айтып жатырмын ғой, 16 жас пен 55 жастың арасындағылардың барлығы бұны біледі. Мен студенттерім анандай бір финанс системесі, жаңа айтып жатыр ғой, мен ветврачпын дедім ма? Сондай кісілер бар, мысалы айтайық, қарапайым менеджерлер бар, банк қызметкерлері бар, инженерлер бар, мұғалімдер бар, бәрі бар. Олардың барлығы бұл дүниені үйрене алады, бұл қатты қиын емес. Бізбен бірге болсаң, 3 видеода бұны үйретеміз әдетте. Облигация деген не? Облигацияларды қалай зерттейміз? Облигацияларды сатып алу инструкциясы деген мынау мен курсымнан скринім, осыны үйретеміз. Сондықтан сіздер өздеріңіз мына критериялар ChatGPT-дан сұрап алсаңыздар болады, үйреніп, зерттеп, ақырындап, немесе бізбен бірге үйренуге болады. Ол біздің үлкен курсымызда. Қандай маман иесі қай жаста болсаң да бір аптада үйренетін, бұл облигация тақырыбын біз бір аптада үйретеміз обычно. Жаңа 3 видео деген ол примерно бір аптаның ішінде. Zoom эфирлер бар, басқасы бар. Мысалы, Назира біздің студент, парикмахер болып жатыр да. Экономика мамандығы мысалы Нұргелді. Мұнда 3D артист Азамат, 25 жас, 33 жас. Барлығы да үйреніп жатыр. Хорошо. Мұны түсіндім. Ал акция деген реальный тема ма, соны түсіндіріп көрейікші дейтін кісілер болса, давайте 2 деген сан жіберіңіздер. Екілерді көріп жатым. 500 адам бар жақта? 492. Хат жіберетін кез келген сияқты акция туралы. Екілерді көріп жатырмын. Хорошо. Кеттік. Акция дегенге көңіл бөлейік та. Акция деген не? Акция деген ол оңайда үлкен бір компанияның кішкентай копиясы. Өте кішкентай копиясы. Біз сол копиясын сатып аламыз. Кәдімгі документ. Мына компанияның кішкентай копиясын мына сатып алып деп. Мысалы, мына компанияның миллиардтан бір кішкентай копиясын сатып алсақ, Apple деген компания ол, миллиардтан бір кішкентай копиясын сатып алсақ, сосын Apple бір жылда миллиард доллар тапса, бізге $1 түседі. Бірақ Apple-дың бағасы миллиард болса, біз оны $1 и такта сатып алып жатырмыз да. Сонда $1-ға $1 түседі. Мысалы, да, Apple 10 миллиард тапса, бізге $10 түседі. Сол сияқты. Кішкентай бір копиясы, акция деген. Халық банктың копиясын сатып алсақ болады, кішкентай бөлігін. Каспийдің кішкентай бөлігін, кез келген компанияның кішкентай бір бөлігін сатып алуға болады. Біз оны акция дейміз. Акцияны сатып алсақ, мен кім болам? Акционер болам. Акционер деген сөзді естіген шығарсыздар. Акционер болу үшін мына чемоданды ұстап алып, ішінде $2 миллион тасып жүрудің қажеті жоқ. Акционер болу үшін бір акцияны алсаңыз да жетеді. Акциясы барлар, мысалы, қазір акционерлер арамызда көп отыр. Акциядан қалай ақша табады? Мен бағана қызымның акциясын давайте еске түсірейік. Қызымның акциясы айттымда 6,5 миллион теңге табыс жасады 2,5 жылда дедім. Акциялар. Сонда 2-ге бөліп қойдым да 3,9 миллион теңгесі ол акцияның бағасын өскенінен дедім. 2,6 миллион теңгесі дивиденд дедім. Яғни акциядан ақша табудың 2 түрлі жол бар. Бағасының өсімі және дивиденд арқылы. Өсімнен ақша табу деген не? Мысалы, Forte банкты осы жақында хайп болып кетті да, Forte банк. Forte банк елестетсек, 2022 жылы 3,7 теңге еді бір акциясының бағасы. Қазір бір акциясының бағасы 16,7 теңге. 4,5 есе өскен. Мына жерге 1 миллион теңгеден 22 жылы сатып алсақ, қазір 4,5 миллион теңгеге сататын едік. Получается, арасында 3,5 миллион теңге таза пайда тауып отырмыз. Өсімнен ақша табу деген осы. Міне, мына жерге салып қойдым ғой. Депозитке сол уақытта 1 миллион теңге салсақ, қазір ол 1 миллион 564 болатын еді. Арасында 3 миллион теңге айырмашылық бар, иә? Өсімнен ақша табу практикада, мысалы, мынау менің портфелім, не Пайдакс деген брокердағы портфелім, и сатып жатқан кезде міне тапқан пайдаларымда $500, $400 әртүрлі сатып та пайда табуға болады.
Еркебұлан, инвестиция тек байлар үшін деп ойлаймын. Ай сайын 50 мың теңге жинайтын адам акция сатып ала алмайды ғой, жақсы акцияларды. Ала алады. Неге екенін екі себеппен түсіндірейін. Біріншісі, ол 50 мың теңге, ол бірнеше акцияны бірден сатып алуға жетеді. Мысалы, Халық банктың 137 акциясын сатып алуға болады. 50 мың теңге бір Халық банктың бір акциясы емес, 137 акциясын сатып алуға болады. Банк Центр кредиттің 10 акциясын алуға болады. Мына жерде назар аударыңыздар. Акциясының бағасы қымбат деген, ол акция күшті дегенді білдірмейді. Мысалы, магазинге барасың, бір киім 500 теңге, тура сондай екінші киім 2,5 мың теңге болса, біз білеміз ғой, 2,5 мыңның киімі жақсырақ деп ойлаймыз да. Акцияда ондай емес. Себебі Халық банк пен Банк Центр кредит қайсысы мықтырақ? Нақты айта алмаймыз да, бірақ бағасы Банк Центр кредитке қымбатырақ. Банк Центр кредиттің 10 акциясын сатып аламыз. Қазмұнайгаздың 2 акциясын сатып алуға болады. Tesla деген компанияның бар, соның біз бір акциясын 100-1 сатып алуға болатын инструменттер бар, сондайдың 120-сын сатып аламыз. Америка банкының, Bank of America деген бар, 2 акциясын сатып алуға болады. Яғни Қазақстанда шетелінде акцияларын ала беруге болады. Тіпті 100 акцияны біріктіріп алуға болады осы 50 мың теңгеге. Екінші себеп, орташа табысы 200 мың, 350 мың теңге табыс жасайтын мен студенттерім, мысалы $700 жинап қойған, ұзағырақ жасап жатқан кісілер, $4000, $600, $80 жасаған кісілер бар, әртүрлі. Олар жинап жатқан ақшалары әртүрлі. Бірақ кез келген акция өседі деп ала беруге болмайды. Қарапайым Forte банк. Forte банкты қарайтын болсақ, біреулер одан ақша тауып жатыр, біреулер ақша жоғалтып жатыр. Бір ғана Forte банк. Forte банктан талай адам ақшасын жоғалтты. Талай адам ақша тапты. Неге? Мысалы, мен осы Forte банктың өткенде бағасы, мен кезінде 3,5 теңгеден алып жүргем, қызым туғанда сол. 3,5-4 теңгеден алатым. Содан кейін Forte банктың акциясы өткенде 44 теңгеге дейін көтерілді. Сол кезде мен оның енді анализін білем ғой, оның дейтін ондай баға болмау керек екенін білем да, саттым. 1,4 миллион теңге таза пайда жасадым мен Forte банктан. Мен Қайрат деген досым бар, Қожан. Ол маған жазды Forte не істеймін деп. Енді мен оған досым ғой, өзім анализімді көрсетем. Ол мысалы 2,7 миллион теңге тапты. Студентім бар, Ермек деген жігіт. 78 мың теңге тапты. Көп, Forte'дан дейтін, 400%, 500% пайда таптық деген бізде Телеграмда группамыз бар, сол жерде студенттерім өте көп. Бірақ ақша жоғалтты көп адам. Мен ақша жоғалттым деп те талай адам жазды. Себебі олар акцияның зерттеумен емес, хайппен сатып алғанда, Forte банк 44-ке көтеріп жатқанда бәрі Forte банкты айтып кетті. Хайппен 40 теңгеден, 44 теңгеден бәрі сатып алды, қазір 16 теңге бағасы. Мына бір 32 теңгеден сатып алған кісілер бар, қазір 16 теңге. Яғни, акцияны инвестиция жасайтын болсақ, зерттеп барып жасау керек. Және оның сатып алатын уақыты, әдетте барлығы уақыт, бірақ кейде тым переоцененный болған кезде сататын уақыттарда туады. Оны да зерттеуді үйрену керек. Сондықтан білмей инвестиция жасау, әрине ақша жоғалтуға алып келеді. Біліп жасау, ақша табуға алып келеді. Кез келген сала сияқты. Біреулер асхана ашып, опыты жоқ болса ақша жоғалтады, бірақ дұрыс стратегиямен ашса ақша табады. Сол сияқты, бірақ оңайырақ өтеді. Қалай зерттейміз? Ол үшін мынаны скрин жасап алыңыздар. Тоже бұны ChatGPT-дан сұрайсыздар, немесе біздің курсқа келіп үйренесіздер. П бөлінген Е, РОЕ деген көрсеткіштердің қатынасын таба білу керек. Сіздерге үйге тапсырманы не үшін осыны бердім мен, П бөлінген Есін тап деп. Сіздер Google-ға кірсін, YouTube-ға кірсін, ChatGPT-ға кірсін, сұрасын, зерттесін, бұлай просто так мен үшін бәрі айтып беру керек, бұл не екенін білмеймін деп отырып, комментарий жазды маған Телеграмда. П бөлінген Е деген не екенін білмедім, сондықтан тапсырманы орындамадым деп. Қарапайым Google-ға кіріп сұрауға болады. П бөлінген Е деген не? YouTube-қа жазуға болады. ChatGPT-дан сұрауға болады. Толықтай түсіндіреді. Жалпы П бөлінген Е дейтін окупаймыз. Мен мына ақша салсам, қанша жылда ақшамды қайтарып алам деген дүниені білдіреді. П бөлінген Е деген бір шама. Мысалы, банк централитқа салсам, 2-38 жылда қайтарып аламыз. ROE деген көрсеткіш бар, ол салған ақшаның эффективності қанша. Сондай дүниелер бар, оны үйреніп алу керек. Табысын зерттеу керек, капитализациясын зерттеу керек. Қарапайым. Мұның бәрін үйрену мүмкін ба? Қиын термин секілді ғой деп айтасыздар. Мүмкін. Бізде осы модульға байланысты, осы акцияларды зерттеуге байланысты курсымыздың 2 аптасы арналады. 2 аптада толық үйретеміз, әдетте.
Бірақ сіздер менсіз де бұны скрин жасап алып өз беттеріңізбен зерттеп 1-2 ай жұмсасаңыздар тоже үйреніп кетесіздер. Сонымен екінші пункті бар акцияның дивидендтан ақша табу. Дивидендтан ақша табу деп біз нені айтамыз? Соған көшейік та. Дивидендтан ақша табу деген, мысалы, мынандай жаңалықтардан көрген шығарсыздар да. Каспи 1 триллионнан көп ақша тапты. Apple таза пайдасы көтерілді. Халық банктың таза пайдасы көтерілді 54%-ға деп. Осы таза пайда қайда кетіп жатыр? Ақшаны не істейді олар? Мысалы, Каспи соңғы жылдар ақшасын түріктің Хепси бурадасын сатып алуға жұмсап жатыр. Бірақ оның алдында ақшасы көп болғанда бізге берді бәрін, акционерлерге. Сол сияқты Халық банк міне бізге әр акциясына 21 теңгеден беріп жатыр. Жылдың басында 29 теңгеден берген. Әр акцияға 50 теңгеден беріп жатыр. Ал біз Халық банктың бір акциясын кезінде 170-ден сатып алатынбыз, осы жылдың басында 200-ден сатып алатынбыз. Сондай да. Менің досым, мысалы, мал шаруашылығымен айналысады, дивидендті түсіндірейік. Мен бір досым бар, мал шаруашылығымен айналысады. Өткенде мен сол досыма 10 миллион теңге инвестиция жасадым. Ол оған бір сиырларды сатып алады, соны дейтін 6 ай өсіреді да, содан тана кезін сатып алып 6 ай өсіреді де етке сатады. Содан бірақ маған ай сайын ол 500 теңге беріп отырады. Табысынан 500 теңге ай сайын беріп отырады. Бұны біз дивиденд дейміз. Яғни мен 10 миллион теңгем оның долясын сатып алуға кетті да, бірақ табысының бір бөлігі 500 теңге маған таза ақша күйінде, наличка түрінде береді. Акцияларда дәл солай өзінің табысының бір бөлігін адамдарға береді. Мысалы, Халық банк жылдың басында 29 теңгеден берген. Менде мысалы Халық банктың 6748 акциясы бар. Маған 195.717 теңге дивиденд берді. Тағы да 21 теңгеден береді, примерно 180 мың теңге тағы береді. Бір жылда 360 мың теңге беріп отыр маған. Одан бөлек басқа акциялардан да дивидендтар түседі. Міне мына жерде көрінген, мен мышкам көрінетін шығар. Мысалы, Халық банктан жалпы 400 мың түсіпті. Мынау акционерный общество, мынау Қазмұнайгаз ғой. Қазмұнайгаздан 293 мың түсіпті. Кегоктан 62 мың түсіпті. Каспидан мында $110 түскен екен. Каспидан тағы да дивидендтар болған, міне 86 мың теңге. Мынау күнде түсіп жатқан дивидендтар, осылай да ақша табуға болады дивидендтардан. Мен емес, студенттердің де уже. Енді дивиденд деген ол жаңадан бастасаң бірден түсіп кететін, бірден көбейіп кететін дүние емес. Басында азыздан түседі. Мысалы 5 мың теңге, $0.5 содан басталады да, кейін көбейе береді. Студенттердің де тауып жатыр. Неге олар табысымен бөліседі? Ең үлкен акционерлері өздері. Мысалы, Каспи банк неге дивиденд береді? Дивиденд беру деген шешімді Каспи банктың үлкен акционерлері қабылдайды. Мысалы, Ламтадзе, Ким екеуі де. Оларға не керек? Каспидің өскені керек әрине. Бірақ Каспи акционерлерға дивиденд берсе, олар өздерінің қалтасына да көп ақша алады Каспидан. Сол арқылы басқа акционерлерге де беруге мәжбүр болады. Заң сондай. Халық банкта басқа да дивидендті беру компанияны басқаратын адамдардың интересінде. Себебі өздері де сол кезде байиды. Егер дивиденд берсе, компания сенімді, мысалы да, инвесторларды көбірек тартылады, көбірек ақша тартылады. Артылған ақшаны жай ғана ақша күйінде ұстағаннан гөрі таратып берсе, жақсырақ, Әйтпесе Халық банктан дивиденд алу үшін мынау 1 миллион теңгеге Халық банктың акцияларын алып тастамайын ба дәл қазір? Болады, үйтсең де болады. Жақсы екен Әділжанның осындай әңгімелері да. Үйтіп жасауға да болады. Бірақ ол барлығы жасайтын қателік. Біріншіден, ол Халық банкты зерттеген жоқ. Бағанағы Фортебанк сияқты бағасы тым жоғары кезінде алып қойса не істейді? Ол жаман да. Екіншіден, ол стратегия жасаған жоқ. Мысалы, Халық банкты қанша уақыт ұстайды? Қалай? Мысалы, қазір сатып алды, ертең бағасы құласа не істейді? Бағасы өссе не істейді? Тек қана бір ғана Халық банкты сатып алды. Ал егер Халық банк деген ол рискі бар да. Мысалы, дәл 1 миллионға бір ғана Халық банк емес, Американың 500 компаниясын сатып алуға болады. Ол үшін 1 миллион емес, 100 мың теңгесі де жетеді. Сондықтан оны да зерттеуді үйрену керек. Дивиденд ала алмай қалуы мүмкін. Мысалы, Каспи банк 2024 жылы дивиденд берді, 25-те берген жоқ. Ондай да болуы мүмкін. Сондықтан білуіміз керек та. Дивидендтің тарихын көруіміз керек. Мысалы, Халық банкты қарайтын болсақ, мынау міне дивидендтардың тарихы да біраз дивиденд беріп келді. Каспи банк. Каспи банк мысалы басында 600 теңгеден беретін, сосын 750-ден, 850-ден жылына 4 рет берді да, жылына 5 рет, 4-5 рет беретін. Биыл мысалы берген жоқ. Ол үшін мынаны скрин жасап алыңыздар. Dividendy.kz дейтін сайттың ішінен Қазақстанның акцияларының дивидендтарын көре аласыздар. Finviz деген сайт бар. Сол жерде скринер бар. Скринер деген акцияларды зерттейтін инструмент.
сол жерде қолданып үйреніңіздер. Бірақ дивиденді кейзат оп-оңай Қазақстан үшін. Финвиз шетелдің акциялары үшін. Түсінікті болып жатса, давайте бір рет от жіберіп қойыңыздар. Мұхамеджан айтады, сіздерге тәжірибе жасау үшін адам керек емес пе, жай ғана интерес қуалау үшін келгім келіп тұр дейді. Бізге жай ғана интерес қуалайтын адам керек емес, шынымды айтайын. Вот дейді. Менің ойымша сіздерге өте көп ақпарат берген сияқты. Ақпараттан миыларыңыз аш кетпесін. Эфир соңына дейін отқан адамдарға бір еске салайын. Қазақстандағы дивиденд алпауыттарының тізімін берем. Яғни дивидендті тұрақты төлеп жатқан Қазақстанда компаниялар бар. Солардың тізімін бір документ қылып жасап қойдық. Оны анализ жасадық. Сол документті сіздерге берем. Яғни бірінші документ бағана еске салыңыздар. Екінші документ уже екі документ сіздерге сыйға беріп жатырмын. Мұқият болыңыздар, ә? Одан бөлек мына iPhone Air-ды араңызда бір адамға берем. Одан бөлек ана жердегі 1 миллион теңге тұр, соның ішінен 150 мың теңгесін 3 адамға бөліп берем. Кез келген табыспен пассив кіріске жетудің үшінші құралы ол мынау. Мына жерде үкі деген алтын монета 31,1 грамм. Мынау 10 грамм. Мына екеуін қосқан кезде примерно 41 грамм 2,5 миллион теңге. 2,8 миллион теңге ма сондай. Жаман емес, тіп-тіптай болса да. Бірақ бұның қазір бір 2,8 миллион теңге болып жатыр. 2023 жылы келетін болсақ, екеуін қосқандағы бағасы 1,3 миллион теңге болатын еді. Қайдан білем мен? Себебі мен 23 жылы 29 теңгеге 1 грамм сатып алатын едім. Өткенде бардымда мынаны мен 1 грамм қанша? Ұмытқан. 68 мың теңгенің шамасында сатып алдым 1 грамм. Яғни алтын мен күміске инвестиция жасауға болады. Ол үшін сіздің құлағыңыздағы әшекей емес, ана әшекейлерді берші. Ол үшін мынандай дүние, мынау әшекейді, алтын. Осындай алтындарға инвестиция жасауға болмайды. Ана қарагөздің құлағында мынандай әшекей тұр. Мына әшекейге де инвестиция жасауға болмайды. Себебі бұлар бағасы көтерілмейді. Мынау алтын тоже инвестиция жасауға болмайды. Неге? Бұлар 585-ші пробалы таза алтын емес. Және екіншіден бұл инвестициялық алтын емес. Инвестициялық алтын 999-да 9 деген пробамен болады. Енді қарайық. Әлжан мына жерде маған сөз дайындап қойыпты, любой адам біледі ғой деп. Білмейді. Неге? Себебі алтынға да кез келген уақытта инвестиция жасай беруге болмайды. Мысалы, сіздер ойлауларыңыз мүмкін, алтын деген жақсы екен, мен сатып алайын, байып кетем содан деп. Бірақ кейбіреулер мынандай тұрақты пікір бар кейбіреулерде. Алтын всегда өз бағасын сақтайды ғой. Алтын точно құламайды ғой. Квартира сияқты сөйтіп ойлайды. Квартира точно құламайды ғой. Алтын точно құламайды ғой. Өзінің бағасын сақтайды ғой деп ойлайтындар бар. Ол үшін сіздерге мына бір графикті дайындап қойдым. Мынау алтынның бағасы. Алтынның соңғы 2005 жыл мен 25 жылдың ортасындағы 20 жылдық бағасы. Бір назар аударатын дүние 2005 жылы примерно $480 болған бір унциясының бағасы. Қазір почти $4,000 жақындап қалды. Мына жерде чуть ескі ақпарат, қазір $4,000 болып қалды да. 8 есе өскен. 8 есе ма? 8 есе өскен да. Примерно почти 9 есе өскен дейікші. 9 есе өскен. Ойлауымыз мүмкін, алтын керемет екен деп. Бірақ мына жерге назар аударайық, мені домалақтап қойдым. 2011 мен 2012 жылдың ортасында бір унциясының бағасы $1,800 еді. Содан кейін 10 жылдан кейін 2021 жылы бір унциясының бағасы әлі де $1,800 болды. 10 жыл бойы алтынның бағасы өспеген. $1,800 болып қалған. Сол кезде доллардың депозитіне ақша салып қойсақ, көбірек ақша табатын едік. Яғни алтынға да дұрыс инвестиция жасайтын уақыт болады, дұрыс стратегия болады. Мысалы, мына жерде сатып алып, мына жерге дейін күтсеңіз, ақша жоғалтатын едіңіз. Ал мына жерден сатып алуды бастап, ай сайын сатып алсаңыз, мына төмен бағалардың бәрінен алатын едіңіз, мына жерде уже плюста болатын едіңіз. Айырмашылық бар, я? Бұл жай ғана стратегия. Яғни алтынның бағасы да оны зерттеу керек. Шын алтын осындай болады, менде жасыл түрі ғой. Мынау негізі $10 қызыл екен, менде жасыл түрі.
осындай 100 граммдық, 5 граммдық, 20 граммдық, 50 граммдық алтындар болады. Мысалы, мен қалай қолдандым? Мына бір үйімді көріп тұрған шығарсыздар, жақында ремонтын біттік. Алматы қаласында осы кілтін алған кезде 2 пәтер сатып алған мен 2023 жылы Астанадан. Ой, Астана емес, Алматыдан. Сол 23 жылы пәтер алған кезде алтынды да ала бастадым. Мына пәтер дайын болғанда, оның ремонтына қажет ақшаны сол алтынды сатып жасадым. Яғни мен примерно оған өзім 5,5 миллион теңгеге дейін алтынды сатып алдым да, сондай ақша жұмсап. 12 миллион теңгеге саттым, и ремонтты сол 12 миллионға жасадым. Жаман емес та. Өйткені мен алтынды алғанда орташа баға 30-32 мың болатын. Сатқанда бағасы басында 45 мыңға саттық, сосын 54 мыңға саттық. Алтын жайлы бірақ толығырақ ертең түсіндірейін. Бүгінге тым көп ақпарат болып кетеді да. Ертең сіздер не өтесіздер? Біріншіден, квартирамен алтынды салыстырамыз. Квартира бағасы жақсы өсе ме, алтынның бағасы жақсы өсе ме? Қайсының табысы көбірек? Арендаға берсек те, қалай болса да қайсының табысы көбірек? Ертең болғанда, ертең емес бұл. Келесі сабақта деп айтайықшы. Келесі сабақ себебі ертең болмайды. Қай кезде, алдын ала айтамыз келесі сабақ қашан болатынын, WhatsApp группада шықпаңыздар. Қай кезде тиімді алуға болатын талдаймыз алтынды. Алтынды 20 мың теңгеге де алуға болады. Мысалы, бағасы 1 грамм 68 болса, бұны 20 мың теңгеге де алуға болады. Оның да жолдарын ертең сіздерге көрсетемін. Ертең болғаны келесі сабақта. Ал қазір сіздерге брокерлік шот жайлы айтқым келеді. Себебі акцияны сатып алу үшін сіздерге банктық шот сияқты брокерлік шот керек. Брокер деген кім? Ол акцияны бізге алып беруші ортасында делдал. Мысалы, Американың акциясын сатып алу үшін мен Америкаға барып отырмаймын ғой, Америкаға звондап отырмаймын. Қазақстанда отырып осы телефонмен брокерлік шотымды ашамын да, сол брокер компанияға айтамын. Apple деген компанияның акциясын сатып алғым келіп тұр. Мен үшін сатып алып қойшы деп жіберемін. Олар барады сатып алады, ортасында комиссиясын алады. Бірақ бізге әлем бойынша осы акцияларды сатып алуға болатын брокерлар көп. Мысалы, Халық банк, Freedom Broker, Пайдакс, Табыс, BCC деген да, мысалы, осының барлығының ішінде брокерлары бар. Осы брокерларды мен қолданамын. Экранға назар аударыңыздар. Мен қазір осы брокерлардың бірін сіздерге көрсетейін. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мен дейтін Mac дегенді қосайын ба? Mac дегенді қосайын. Экранымды давайте, қазір интернетім жақсы болса, экранымды мына MacBookқа қосайын да сіздерге көрсетейін. Мен экраным көрініп тұр ма бәріне? Көрініп тұрған шығар, я? Мен экраным көрініп тұр. Давайте сіздерге бір акцияны сатып алып көрейін. Мысалы, әртүрлі брокерлар бар. Менде қарасаңыздар, Халық Finance деген брокер бар. ChatGPT қолданамын, Binance деген бар. Мына Пайдакс деген брокер, Freedom Broker бар. Давайте Пайдакс деген брокерді ашайын. Пайдакс деген брокерді ашсам, мына жерде менің осы Пайдакста жиналған портфелім $7200 болып қапты. Мысалы, Freedom'да айтамын ғой мен постоянно. Пайдакс туралы көп айтпаймын. Мына Freedom брокерда менің негізгі акцияларым бар. Значит, загрузка болып бітсе көрсетем. Бұл жерде менде $93 мың жиналған. Бірақ сіздерге бүгін мен Пайдакс арқылы көрсеткім келіп тұр. Себебі мына Freedom дейтін бүгін кішкене ұзақ загрузка болып жатыр. Ұзақ загрузкасын мен күткім келіп тұрған жоқ. Бірақ қазір Freedom'дан да көрсете саламын, если что. Пайдаксқа кірейік. Пайдакста мынау менің акцияларым тізімі бар. Көрсеңіздер болады. Тіпті кейбір биткоин, эфир дегенді сатып алған, бірақ жалпы шетелдің акцияларының жиынтығы. Жалпы міне өсімдері осындай. Қарасақ, бұл Freedom'ды мен жүргізе бастағаныма 1 жыл әлі толмаған. Мына жерде жүргізе бастаған 2025 жылдың мынау 2025 жылдың басында жүргізе бастаған, 1 жыл толмаған, 1 жыл толмаса да 23% доллармен кіріс көрсетіп тұр екен. Жақсы. Енді бұдан акцияны сатып алу үшін не істейміз? Мына астында негізгі деген кнопка тұр, көріп тұрсыздар да? Осы негізгі деген кнопканы басамыз. Жоқ, өтірік айтамын. Негізгіде бұл жаңалықтарды көрсетеді. Маркет деген кнопканы басамыз. Сосын мен қағаздармен мына іздеу дегенді бастаймыз да, осы жерге мысалы акцияның атын жазамыз. Apple деп акциясының атын жазайық. Менің интернетім чуть-чуть мына жерде жақсы істеп тұрған жоқ, экранға қосылғандықтан. Сондықтан болмайтын сияқты. Сіздерге білейін, эфирда барлығын көрсетейін деп ойлап едім. Көрейінші, мүмкін болады. Әділжан, сенің Wi-Fi-ңа қосылып көрейінші? Мен қосылып тұр Wi-Fi-ңа. Қазір Әділжанның Wi-Fi-ына қосылып көрейінші. Себебі мен мына экранымды компьютермен бөліскеннің кесірінен менде мына Wi-Fi жақсы жұмыс жасап тұрған жоқ. Басқа десе қолмен істеу керек болады. Давайте мен Freedom'нан іздеп көрейін.
Ол міне Freedom'да табылады екен. Apple дегенді басам. Apple'дың бағасы қазір құлап жатыр. 254-те $10 дейді. Бір жылда көрейік бағасы не болыпты. Бір жылда құламаған да, бір жылда наоборот өскен бағасы. Осы Apple'ды саудалау деген кнопканы басамыз. Саудалау деген кнопканы бассақ, сіз бағалы қағаздарды қарыз қаражатына сатып алғыңыз керек дейді. Apple-ға менің ақшам жетпейді екен. Давайте ақшам жететін бір компанияны көрейік. Pins деген компанияға мен ақшам жету керек. Бұл жаңа біздің бір студентіміз келіп айтып кетті ғой. Pins деген компанияға жетті. Pinterest. Әдетте мысалы әдемі квартира, әдемі киімдерді көбісі осы Pinterest-тан іздейді. Бір жылдағы бағасын қарасақ, бұл примерно орташа тұр. Қатты көтеріп жатқан жоқ, бірақ ұзақ уақытта қатты көтерілген құлаған, қазір показательдары жақсы осы Pins'ті. Саудалау дегенді басайын. Менде мысалы 2 штугын сатып алайын. Нөміріне 2 штук деймін, нар бойынша дейді, сатып алуға бұйрық шығару. Болды. Осындай оңай Pinterest акциясын сатып алу. Кейбір кісілер айтады, ой, сатып алуды көрсеттің, енді сатуды көрсетші деп. Мысалы, мынау менің портфелім. Осы жерде көп акциялар тұр, көрдіңіздер, иә? Көп акциялар тұр. Кейбіреулері плюста, кейбіреулері минуста. Осы көп акциялар. Давайте мен жаңа Pinterest сатып алдым, сатуды қалай жасаймыз? Басамыз, астында қызылмен сату деген кнопка тұр. Бастым. Мынаны қараңыздар, бірінші көрсетіп алайын да. Мына жерде менің міне бос ақшам USD деген доллармен $30 бос ақшам тұр. Көріп тұрсыздар, иә? Мына жерде міне $30 бос ақшам тұр. Осы қазір сатқаннан кейін бос ақшам қалай көбейді? Сату деген кнопканы басам. Сатуға бұйрық шығару дегенді басам. $31-дан 1 штугын сатып жатырмын. Ортасында комиссиясын ұстады. $61-ға рискі көбейіп кетті. Көрдіңіздер да? Осыншалықты жылдам сатуға болады. Облигацияны. Ал енді қарайық, пассив кірістер қалай түседі осы брокердің ішіне. Есептер мен құжаттар, ақша қозғалысы дейін, мына жерде бірден таңдайында нені көргім келеді. Дивидендтар қандай, купондар қалай түседі, что пассив кіріс қалай түсетінін көрсетеді. Мысалы, мен білмеймін. Бүгін маған $10 түсіпті. 6 қазан күні 5000 теңге түсіпті, $17 қосымша түсіпті, $45 түсіпті, $6, $17. Осылай сіздерге пассив кіріс түсе береді. Осыны біз инвестиция деп атаймыз. Бұл сіздерге реально қаншалықты брокерлік шотпен жұмыс жасау оңай екенін көрсету үшін жасалған. Мына $10,000 өскен дегенге назар аудармаңыздар, себебі бұл мысалы дивидендті ескермейді бұл. Дивидендті ескермейді, дивидендті қоссақ примерно бір $28,000 өскен шығар мына бүкіл ақшам. Өзімнің салғаным примерно бір 68,000 сондай, $67,000 шамасында. Осылай да жасауға болады. Енді ойлаңыздар, сіздер өздеріңізге байланысты. Мысалы, мына жерде сіздер осынша уақытта $68,000 салмай, мен енді 2018-ден бері жинаймын ғой. $6,800 салсаңыздар, қазір $93,000 болады. Өзінен өзі көтеріледі да осындай. Сондықтан брокермен осылай жұмыс жасауға болады. Барлығына түсінікті ма? Қалай жұмыс жасайтыны? Түсінікті болса, мен мынаны өшірейін. Өшірейін да мынаған оралайын. Кез келген уақытта сатып аламыз ғой. Кез келген уақытта емес, Американың нарығы жұмыс жасайтын күні бар, өзі кешкі сағат 7:30-дан таңғы 2:30-2-ге дейін. Сол уақыттың арасында сата берсек болады. Все. Ары қарай енді жалғастыра берейік та. Сонымен кез келген пассив кіріске жеткізетін 4-ші құрал, ертең квартирамен алтында өтеміз, бүгін білім туралы сөйлесейік та. Себебі мен қазір сіздерге өзімнің үлкен курсым туралы толықтай айтып беремін, соған жеңілдіктер ашам. Сондықтан бірақ ол үшін бұл білімнің қаншалықты маңызды екенін сіздерге түсіндіріп алғым келіп тұр. Ол үшін айтайық. Бізбен бірге дәл осы білім деген құралға 3500 адам инвестиция жасай бастады. Олардың нәтижелерін сіздер көрдіңіздер, талай көрсетім келіп, жаңа бір кісі сөйлеп кетті да. Өзім білімге 10 миллион теңгеден артық инвестиция жасадым, әрдайым еселеніп отырады. Сіздер көрдіңіздер жаңа, инвестицияның түрі көп, жақсысы көп, бірақ оны таңдауға кішкене білім керек. Сол үшін мен мысалы осы инвестиция жасағанның арқасында, білімнің арқасында, тек қана инвестиция емес қой осы, қаржылық сауаттылықтың арқасында мен мысалы курстан ақша табамын, жарнама бар, бизнестардан ақша табамын. Оның барлығын шашып жіберіп қарызға кіріп жүрсем де болатын еді. Айына 10 миллион тауып қарызға кіріп жүрген талай адамды білетін шығарсыздар да. Солай да жүруге болатын еді. Бірақ мен олай жүрген жоқпын да, бұйырса. Өзімнің байлығымды жасап жатырмын. Сондай дүниені мысалы шетелге саяхаттарға көмектеседі. Сол инвестициям әртүрлі жылжымайтын мүлік, көлік, мал шаруашылығына инвестиция жасау, Каспий магазинге инвестиция жасау әртүрлі дүниеге көмектеседі. Мысалы, соның арқасында шетелде де тұра аламын. Себебі пассив кірісім бар. Өткенде Дубайда тұрып келдім, бұйырса Малайзияда тұрайын деп жатырмыз.
қызымның болашағын жасауға мүмкіндіктерін туып жатыр. Осы білімнің арқасында. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін. Еркебұлан, сен ақшаң көп, сондықтан қызыңа 14 миллион теңге жинап қойдың деп. Жоқ. Мен ай сайын 100 мың теңгеден, 150 мың теңгеден саламын. Мен ойымша, айына 500 мың теңге табатын адам 50 мың теңгеден де жинай алады. Я 14 миллион болмайтын шығар. 7 миллион теңгесі болады. Кішкентай 2 жасар баласында. Жаман ба? Жаман емес. Сондықтан ол в основном білімнің арқасында болады. Білімге қорықпай инвестиция жасаған нәтижесінде қазір менде қартайсам ақшам жоқ болатын шығар деп уайымдамаймын. Себебі мен білемін, менде уже пассив кірістерім бар. Ұнайтын көлік, үй, тағы да басқа алуға мүмкіндіктер бар. Студенттеріме де капиталы жоғары табыс жинауға мүмкіндіктерді беріп жатырмыз. Оны есептеу үшін орташа жалақыңызды жазыңыздар. Сіздер жазыңыздар орташа жалақыңызды. Қандай табыс жасауға болады осы білімнің арқасында көрсетейік. Мысалы, біздің студенттердің портфельдері $1000, 600 мың теңге, 3 миллион теңге, 5000 доллар, 700 доллар, 500 доллар, әркім әртүрлі инвестиция жасаған, Студенттеріме пассив кірістері, мынандайды, тағы да басқа студенттерім уже 100 доллар, 600 доллар, 1,6 миллион, 170 доллар, 2,4 мың доллар. Кез келген табыспен өздеріне портфель жасап капиталдарын жинап жатыр. Қарыздан дұрыс жылдам құтылуға мүмкіндік. Біздің сабақта қарыздан құтылудың жолдары туралы тоже бөлімдер бар, кредиттен құтылу. Осылай жасап жатыр. Кейбір кредитті жабу керек, кейбір кредитті жаппай қойса болады. Сол сияқты болашағына алаңдамауға мүмкіндік бар. Мысалы, біздің студенттеріміз 15 жылдық стратегиясын жасап қойғанда, 15 жылда 400 мың доллар капитал жинау үшін осындай инвестиция жасаймын дейді. Капитал көлемі 400 мың доллар, 15 жылда 400 мың доллар. И оның есебін студенттерім жасап қойған. Мынау менің студентімнің жұмысы. Ай сайын 240 доллар инвестиция жасаймын дейді. Одан кейін жыл сайын инвестициямды 10%-ке арттырам дейді. Ай сайын 240 мың доллардан 10%-ке арттырам. 40 жасымда жұмысқа тәуелді болмай 400 мың доллармен пенсияға шығам дейді. Мақсатқа 15 жыл ішінде, яғни 2040 жылға дейін жету деген мақсатым бар дейді. Бұл кісінің мақсаты орындалмай қалып, жаман болғап 200 мың доллар жинап қалса, жаман болмайды ол да. Араларыңызда қанша адамда 200 мың доллар бар? Жазыңыздаршы. Жастар 30-дағы 40-дағы кісілер. Мақсатты дұрыс қойсақ, үлкен мақсатымыз орындалмай қалса да жаман емес болады. Ол білімді осылай аламыз. Мына бір жоспарлау тәсілін біз енді курста үйретеміз. Болашаққа алаңдамауға мүмкіндік бар. 20 жылдық, 10 жылдық жоспарларыңызды бізбен бірге құрастырасыздар. Осы дүниені біз сіздерге көрсетеміз. Олай болса, сіздерге бүгін осы жолды бірге өтуге көмектесетін менің үлкен курсымды таныстырамын. Сіздер 3 күндік курстың алғашқы сабағындасыздар, бұл білесіздер, пробный курста менің қалай сабақ беретінді көру үшін, нені үйрену керек екенін көру үшін, базовый білім алу үшін сіздер бастапқы осындай пробный курсты өтесіздер. Бірақ үлкен курсым, ол менің әрине 3 күндік курс емес. Ол қаржылық еркіндік 2.0 курсы, ол 6 аптаға созылатын курс. Оның ішінде 40 видео сабақ болады, алдын ала түсірілген, сақталған, кез келген уақытта көре аласыздар. Жеке кураторыңыз болады, сіздермен жеке жұмыс жасайтын. Ортақ чат болады студенттермен бірге. Аптасына 2 Zoom эфир болады. 2 жыл плюс тәжірибесі бар менторлар, мына Әділжан сияқты да. Ол тек қана хейтер емес, ол менің 2 жыл тәжірибесі бар менторым. 6 сағат офлайн сабақ болады. Тек қана онлайн емес, жаңа студентім айтып жатырмын ғой, офлайнға келіңіздер деп. Ол 2 рет офлайнға келген, бұйырса алдағы потокта, сіздер оқитын потоктың барлығының офлайндарына олар да келеді, бәрі келе береді. Сіздер де алдағы 1-2 жыл келе бересіздер да. Бітіру кеші, бағалы сыйлықтар осы біздің курсымызда бар. Қаржылық еркіндік 2.0 курсында, мысалы, жақында бітірген бір кісі жазыпты. Бұл курста сіз қаржылық, мынау менің жазғаным ода, рейтингі 5.0 дейді. Осындай. WhatsApp-та жеке кураторыңызбен байланыста боласыз. WhatsApp арқылы жеке куратор болады, үй жұмыстарыңызды тексереді. Әр топтың менторы тікелей эфирде апта сайын қосымша сабақ өтеді, Zoom-мен. Мысалы, мен Zoom-мен сабақ өтемін, Әділжан Zoom-мен сабақ өтеді, түсінбей қалған моменттер түсіндіреді. Дәл осы сияқты, бірақ группада азырақ адам болады. 3500 адам емес, примерно 200 адам, 150 адам. Тіпті бөлеміз оны да, мысалы, адам көп болып кетсе, топтарға бөлеміз. Zoom сабақтар болады, оны Әділжан өтседі. Мен өзім 3 рет онлайн Zoom сабақ өткіземін. 1 рет офлайн кездесу өткіземін. Сол жерде сабақ өтемін офлайн, қорытындылап. Ортақ және арнайы чаттар болады, оған жабық чаттар, тек қана өзіміздің студенттер, инвесторлар бар. 530 участник дейді, себебі 6 айға доступ бар. 6 айдан кейін бұл чаттан шығасыздар да басқа студенттер қосылады.
Күнделікті жаңалықтар. Ол чаттарда біз күнделікті жаңалықтарды көрсетеміз. Мысалы, мына акцияның мынандай жаңалығы, мынандай облигацияда мынандай жаңалық, мынандай компанияда мынандай жаңалық. Сіздерге зерттеуге осының барлығы көмектеседі. Офлайн кездесулер болады. Мына офлайн кездесулерде, мысалы, мен мына жерде костюм киіп алып тұрмын ортасында. Мына жерде мен сабақ беріп, сабақ бергеннен кейін бірге түскенбіз. Осы жақында бітірген студенттер. Жаңа Медина ханым бар ма екен арасында? Или бұл басқа поток па? В общем, көп офлайн кездесу өткіздік, поток пен поток шатастыра бастадым уже. Одан кейін бітіру кеші болады осы курстың аяғында. Бітіру кешінде үлкен сыйлықтар болады. Ол біріншіден акциялар сыйлаймыз үздіктерімізге. Соны біз лотерея ойнатпаймыз бұл курсымызда. Тек қана үздіктерге сыйлықтар береміз. Шетелге ана бір көрсетші ана бір нені. Адылжан. Мына бір не бар? Осындай баннермен сіздерге араларыңызда үздік кісілерге Дубайға саяхат сыйлаймыз. Бұл Дубайға саяхатқа просто путевкасын алып сіздер жібере салмаймыз. Өзіміз бірге барамыз, командамен бірге, сіздермен бірге инвесторлардың ортасын құру деген біздің тапсырмамыз бар ғой, өзімізге қойып қойған. Сондықтан Әділжан бар, бәріміз сіздермен бірге Дубайға саяхаттаймыз. Бұйырса, алда болатын саяхат примерно январьдың аяғында ма сондайға жоспарланып тұр. Ол жерде бір 15-20 студентпен бәріміз қосылып барамыз, тек қана үздік студенттер бара алады. Үздік болмасаңыз бара алмайсыз. Менімен жеке консультацияластыр. Оның барлығы менің үлкен курсыма кіреді. Мысалы, сіздер ойлауларыңыз мүмкін. Дубайға бару үшін үлкен ақшамен инвестиция жасау керек қой деп. Жоқ, мысалы, өткенде Дубайға барған кісілердің кейбіреулер, мысалы, Назерке $700 инвестиция жасаған, Венера $280 инвестиция жасаған. Бірақ үлкен инвестиция жасаған кісілер бар. Мысалы, мына Ержан мырза $480 Дубайға барарда инвестиция жасаған, бұның қазір портфелі $25,000. Чего там? Тасболат мырза $1,800. Әртүрлі бюджетпен әртүрлі инвестиция жасап, үздік бола алады біздің курста. Бірақ бастысы Дубайға саяхат емес, бастысы адамдар өздерінің пассив кірісі үшін, өздерінің дәулетті болу үшін, бай болу үшін оқиды, білім алады, нәтиже көрсетеді. Бонус ретінде осындай сыйлықтарды береміз. Курсыма не кіреді, үлкен курсыма? Бірінші апта тиын санасаң теңген көбейеді деп аталады. Ол жерде жалпы қаржылық сауаттылықты үйретеміз. Кіріс пен шығынды есептеу, капиталды есептеу, CoinKeeper сияқты приложениялармен жұмыс, инфляция, девальвацияны толық түсінеміз. Қалтамызға қалай әсер етіп жатқанын көрсетеміз. Халық инвестиционный счет ашамыз. Үй жұмысында жаңа мен сізге көрсеткен Пайдакс брокерынан счет ашамыз. Бірінші аптада уже сіздер брокерлік счеттарыңызды ашып тастайсыздар. Бірінші аптаны қорытындылайтын эфир, оны Әділжан өтсет, пенсионкадағы ақшаны қалай инвестицияға аударамыз. Қалай эффективті инвестиция жасаймыз, соны Әділжан Zoom эфирінде түсіндіреді. Мұнаның басында апта басталмай тұрып, мен Zoom эфир өтсем, барлығын сіздерге таныстырам. Екінші аптада ақша ағымын көбейту стратегиялары. Уже бағанағындай, жаңа бір кісі 15 жылға жоспар жасады, кейбіреулер 5 жылға жасайды, кейбіреулер 10 жылға, 7 жылға әртүрлі. Осы смарт деген тәсілмен жоспар жасайсыздар. Альтернативті инвестициялар, мына алтын, күміске инвестицияны үйренесіздер. Нарыққа кіріспе, жаңа ғана мен сіздерге акцияны сатып алып көрсеткен Freedom брокерінен счет ашамыз. Счет ашамыз, бонус сабақтарға осы кредитті негізгі терминдарды айтамыз, и алғашқы акцияларыңызды осы екінші аптада сатып аласыздар. Одан кейін ақшамыз ақша табу үшін алдағы 5 жылға жоспарлауды, толықтай смарт жоспарды, сложные проценты деген дүниені Әділжан эфир өтседі. Одан кейін 3-ші апта кетеді. 3-ші аптада уже акцияларды зерттейміз. Бағана айттық қой, капитализация, сектор, сіздерге үйге тапсырма берген PE, одан бөлек ROE, EPS деген дүниелерді өтесіздер. Дивидендті акциялар, бонус сабақтар, мына жерде уже сіздер зерттелген акция сатып аласыздар. Бұдан кейін екі түрлі Zoom эфирі өтеді. Біріншісі Әділжан өтседі, акцияларды зерттеу, тиімді акциялар табу жолдары, 5 акцияға практикалық талдау дейді. Осыны үйретеді. Сосын мен тағы бір Zoom эфир өтсем, бұл жерде уже портфельге талдау, акцияны бір 2-3 акцияны таңдап аламыз да, соны толықтай зерттейміз. Мысалы өткенде Pinterest солай зерттедік. 4-ші аптада уже басқа инструменттер. Мысалы ETF деген не? ETF деген бағана кісі айтып жатыр ғой, мен ETF-тарды алған жақсы көремін деп. Неге? Себебі ол мына $100-ға 1000 акция сатып алуға көмектеседі сіздерге. 1000 акцияны мына $100-ға сатып алуға болады. Сосын дініңізге сай, шариғат заңдарына сай ETF-тар бар. Облигацияны осы 4-ші аптада үйренесіздер. Мысалы 3 сабақ облигация, бірақ облигация туралы бізде эфир болады 4-ші аптадан кейін. Облигацияны толық үйренесіздер. Кірісі жоғары ETF, облигацияларды табу жолдары, практикада 5 ETF, 3 облигация талдаймыз.
Zoom эфирда. Сосын 5-ші апта табысты инвестор деп аталады. Мына жерде уже сіз стратегияны жасайсыздар. Бағанағындай орташаландыру стратегиясы, алтында айттым, осыны айтып өттім да. Пропорционал портфель, диверсификация, әртүрлі мықты инвесторлар бар. Билл Акман деген сияқты солардың инвестиция стратегияларын, акцияға анализ, дипломдық жұмыс болады. 5-ші аптадан кейін мен тағы эфир өткізем, сіздерге дипломдық жұмыстарыңызды қалай жасау керек екенін көрсетемін. Бұл жерде мен сіздерге ана кейбіреулер айтады да, курсыңнан вау бола ма, қызық бола ма деп. Мен бұл жерде клоун болу үшін отқан жоқпыз. Сіздерге сабақ үйретеміз. Нақты сабақ, нақты тапсырмалар, нақты дипломдық жұмыс. Ол дипломдық жұмыстың нәтижесі сіздер нәтижеге жету үшін сіздер жұмыс жасауларыңыз керек. Сіздер жұмыс жасау үшін қажет дүниенің барлығын сіздерге біз үйретеміз. Портфельге акция, облигация, ETF талдап, оларды қосу осы сабақтан кейін болады. 6-ші апта салық. Салықты қалай төлейміз, қандай салықтар бар? Қысқаша айтайын салықтың түрлерін. 2025 жылдан бастап сіздерде салықты қалай төлейміз? Жалпы салықтың логикасы қандай? Егер де сіз бір акцияны сатып алып, оны сатқаннан $10 пайда тапсаңыз, екінші акцияны сатып алып, сатып $5 шығында болсаңыз, екеуінен таза пайдаңыз $5 болады. Сол $5-дің 10%-ын, яғни $0.5 салық ретінде төлейміз. Қысқаша осы. Ары қарай Қазақстанның акциялары, Қазақстанның облигацияларында салық төлемейміз, салықтан босатылғанбыз. Оның барлығын сабақта түсіндіремін. Бірақ жалпы ол андай бір қиын дүние емес, барлығы да жасап жүрген дүние. Осылар болады. Осындай құнды ақпаратты зерттеуге мен 10 миллионға жуық ақшам 5 жыл емес, даже уже қазір 7 жыл уақытым кеткен. Сіздерге осы ақпаратты беремін. Осы курсқа қатысуға сіздерге екі түрлі тариф бар. Екі түрлі тариф бар, сол тарифті түсіндірейін. Біріншісі өзім оқимын тарифі, екіншісі бірге оқимын тарифі. Кнопканы шығара берсем болады. Өзім оқимын тарифі, бірге оқимын тарифі. Өзім оқимын тарифында не кіреді? Ақпараттар құрылымды қалаған уақытында оқи аласыздар, бірақ өзім оқимын тарифында кері байланыс жоқ. Кері байланыс бар, бірге оқимын деген тариф бар. Ол ақпараттар құрылымды, жаңа тәжірибе, орта, кері байланыс бәрі бар. Айырмашылықтары. Өзім оқимын тарифында сіздерге 40+ видео сабақ болады. Платформаға 12 айға доступ беріледі. Барлық документтер мен таблицалар болады, бірақ басқасы жоқ. Бірге оқимын тарифында дәл осы 40 видео сабақ, платформаға 12 ай доступ, барлық документтер болады, бірақ бірге оқимын тарифында жеке куратор болады. Өзім оқимында ол жоқ. Кері байланыс болады, өзім оқимында ол жоқ. Бірге оқимында аптасына 2 рет Zoom эфир болады. Өзім оқимында ол жоқ. Бірге оқимында ортақ чат болады. 6 айға доступ бар, жабық чат. Өзім оқимында ол жоқ. Бірге оқимында 2 офлайн сабақ өтеміз. Өзім оқимында ол жоқ. Жеке сертификат болады бірге оқимын тарифында. Өзім оқимында ол жоқ. Бірге оқимын тарифында бітіру кеші болады, Дубайға саяхат, барлығын ұту мүмкіндігі болады. Өзім оқимында ол жоқ. Мен бұл білімді келесі бағада оқытам. Бірақ қазір мен тіркелу ашқан кезде төлем жасай бастайсыздар, бірден айтайын. Мына iPhone-ды ұту үшін төлем жасаудың қажеті жоқ. Бұны барлығын түсіндіріп болғаннан кейін төлем жасамасаңыз да сабаққа белсенді қатысқаныңыз үшін сыйға беремін. Бағанағы сабаққа белсенді қатысқаныңыз үшін. Төлем жасаудың қажеті жоқ. Төлем жасайтын кісілер үлкен осы 6 апталық курсымды оқу үшін төлем жасаңыздар. Мен қандай бағада оқытам? Ел жұрттар құсап 700 мың, 800 мың, 1 миллион теңгеге оқытпаймын. Мен қол жетімді көпшілікке ыңғайлы бағада ұсынам. Өзім оқимын тарифында 350 мың теңгеге тіркеле аласыздар. Бірге оқимын тарифында 450 мың теңгеге. Арасы 100 мың теңге. Осындай тарифта тіркеле аласыздар. Құндылығын бір рет еске түсірейін. Бұл курс не үшін керек? Айталық, сіз айына балам ақша табуды емес, жақсы адам болуды ойласа деймін деген, мысалы, мақсатыңыз болса, бағанандай, ұбт-ға тапсыратын кезде, қай мамандықта грант көп емес, қалай өмір сүргім келеді деген сұрақ қойылсын десеңіздер, онда оның ақшасы көп болғаны керек. Мысалы, 10 мың теңгеден 22 жыл бойы жинайтын болсаңыздар, 100 миллион теңге жинай аласыздар. Балаңыз 22-ке толғанша, үйленгенше. Менің кішкентай қызымның портфелі, мен 150 мыңнан жинап, 2,5 жылда 13-те 748 мың теңге жинадым. Мынау көтеріліп кетті, мынау 2 күнде. Қазір 13-те 9 миллион теңге. Яғни почти 14 миллион теңге жинадым. Әрине, осы уақытқа дейін отырғандарға мен жеңілдік берем. Бірақ жеңілдік түнгі сағат 12-ге дейін болады. Бірден айтайын. Түнгі сағат 12-де бұл жеңілдік жабылады. Сонымен қандай жеңілдік? Өзім оқимын тарифына 350 мың теңгенің орнына 200 мың теңгеге тіркеле аласыздар. Бірге оқимын тарифына, мынау біздің
студенттеріміздің 95% оқитын тариф осы. 450 мың теңгенің орнына 269 мың теңгеге тіркеле аласыздар. Өте жақсы баға, иә? Сонымен тіркелуді ашық деп жариялай берсек болады. Шапалақта ол біздің салтымыз сондай. Рассрочкамен тіркелем десеңіздер 0012 мен тіркелуге болады. Кейбіреулер айтады, осындай қаржылық сауаттылықты оқытасың, рассрочка